Ассалаумағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай? Хадия қайырымдылық қоры мінекей кезекті қайырымдылыққа шығып жатыр. Менің жанымда Ерболат Төлеген, және де Қарағандыдан келген Ербол, Бақтияр деген достарым келді. Осы кісілер бүгін иншалла қайырымдылық жасайды. Ерболат біздің бүгін мұрындығымыз, жол бастап кетеді иншалла. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті бауырлар, құрметті қазақ елі. Келе жатқан қасиетті құрбан айт қабыл болсын. Әмин. Бүгін Ардақ ағамыз бастаған Хадия қоры қайырымдылыққа жолға шықтық. Аллах қабыл етсін. Баршаңыздың садақаларыңызды Аллах қабыл етсін. Әмин. Бисмилля, бастаймыз. Қазір міне қойға келдік. Тұрар деген ағамыз бар осы жерде. Сол жерден қой соямыз, содан кейін продукт аламыз. Бір қарындасымыз бар, жалғыз басты ана, өзі инвалид, диабетик, 25 мың теңгеге өте бір нашар времянкада тұрады. Соны қазір қалын сұрап, соған бір көмектесіп жіберейік. Ал, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз сол қайырымдылыққа қойды алдық. 50 мың теңге тұратын қой. Қазір бисмилля деп Құранын оқып қойды сойғалы жатырмыз. Бұйырса осы қойды сойып, сол мұқтаж жандарға алып барамыз. Иншалла. Алла қабыл етсін. Алла қабыл етсін. Алтаке, сіз өзіңіз бауыздап беріңіз. Қадірлі құрметті көрермендер, міне қойымызды сойып болдық. Аллаға шүкір. Қазір пакеттерге салып жатырмыз. Осы етті салып алып, біз әрі қарай азық-түлік алуға Алтын Орда базарына барамыз. Хадия қайырымдылық қоры жасай берсін. Алла разы болсын жігіттерге. Осыны ұйымдастырған жігіттерге. Енді біз базарға келдік, Алтын Ордаға. Және де тағы да азық-түлік алып жатырмыз. Бір қап картоп, бір қап пияз, огурцы, помидор, және де сәбіз. Осы жерден бәрін алып жатырық. Сол мұқтаж отбасына бұйырса, осы ағаларымызбен бірге Хадия қайырымдылық қорымен апарып береміз, Алла қаласа. Алла қабыл етсін. Қабыл етсін Алла тағала. Осында енді берекелі болсын, құрбан айтты қабыл болсын енді. Жұртың бәрі жақсы болсын. Себір алма, е? Ода алма сауыз үш балаларға шүкір бас. Мына жерде ағамыз мінекей көріп тұрсыздар. Мынандай абрикос тегін беріп жатыр қайырымдылыққа. Маша, Алла разы болсын. Тегін апарамыз. Бірінші қап қойып алып, бір ар жағына итере салып. Айнұр тәтеге келдік. Енді алдыда список жібердігіміз, дайындап қойды. Қазір артамыз осы. Әждеме 40.600 теңге шықты азық-түлікке. Ал енді қадірлі достар, біз қойды сойдық, етті салып алдық. Алтын Орда базарына келдік. Көптеген азық-түлікті, жеміс-жидек, көкөністің бәрін алдық. Әне Ардақ ағамыз ұн, қарақұмық, гречка, күріш бәрін алып жүр. Міне машинаның жүк салғышына бәрін салдық, тиедік. Енді қадірлі достар, жақсылық жасап жарысайық. Егер де сіздер Хадия қайырымдылық қорына атсалсам десеңіздер, мына жерде ағамыз QR код жазылған Хадия қайырымдылық қоры. Осы посттың астына реквизиттарын белгілеп кетеміз. Біз енді Тұрсынкүл деген апайымыздың үйіне қайырымдылыққа кетіп бара жатырмыз. Алеке, жол болсын, Алла разы болсын. Алла сіздерге разы болсын. Тұрсынкүл деген қарындасымызға келдік. Мына үйде тұрып, кішкентай ғана времян. Шеті бұзылған. Мына жерде ағамыз 50 мың теңге
Осы жерде 25 мың теңге төлейді айына. Бірақ Aynen. өзі инвалид болғаннан кейін жұмыс істей алмаған, 2 жыл болып жұмыс істемейді. Сол себептен 340 мың теңге қарыз. Сол қарызын Ербол, Бақтияр деген жігіттер осылар қарызын өтеп береді. 300 мың теңгесін жауып береді, иншалла. Алла разы болсын. Қарағанды жігіттері әдейілеп келіп тұр. Тұрсынгүл әлі білмейді өзінің қарызын жабады. Қазір қарызын жабамыз, еще продукт береміз. Алхамдулилlah. Ал енді тасиық. Тұрсынгүлдің балалары бар. Енді ұялып отыр. Камераға біз көрсетпейміз әдей. Сол себепті қазір Тұрсынгүл өзі жалғыз, балаларын түсірмейміз. Айып етпеңіздер. Осы жерде тұрып жатсыз ба? Я осы жерде тұрып отырмын. Қыстың күні суық енді. Кешке дейін тынбай жатырмыз. Анам қаласы неге деген. Хозяйкаме 300 мың теңге. Я 2 жылдан бері квартираның ақшасын төлемей ауырып жұмысқа шықпаған. 300 мың теңге алыңыз. Аманат ретінде осы квартираға төлей салыңыз. Ербол, Бақтияр деген жігіттер Қарағандыдан кетті. Тұрсынгүлге көмектестік. Алла разы болсын. Хадия қайырымдылық қоры мінекей осындай мұқтаж жанға көмектесті. Ерболат кеш. Allah razı olsun. Ерболат бауырым бізбен бүгін шықты, Ербол шықты, Бақтияр шықты. Ерболат мұрындық болды. Мінекей сіздерге көп рахмет. Бауырларға рахмет. Қазақ еліне рахмет. Сіздердің аманаттарыңызды мінекей табыстады. Алла разы болсын сіздерге. Қымбатты қазақ елі, Хадия қайырымдылық қорымен бірге болыңыздар. Садақа бәле жаладан сақтайды.